Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бұл қай жануардың мүсіні? Тема сегодняшнего урока – это фигура какого животного? Бүгінгі сабақта жаңа сөздермен сөйлем құрайсыңдар, сұрақтарға жауап беруді үйренесіңдер. Не, қандай деген сұрақтарға жауап беруді үйренесіңдер. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Сор – серый, мүсін – фигура, скульптура, жасалған – сделан, гүлзар – клумба, жел соғады – ветер дует. Жаңа сөздермен сөйлем құрайық. Составим предложение с новыми словами. Например, мүсін – это фигура. Жануардың мүсіні – фигура животного. К слову жануар мы добавили окончание элексептик. Жануардың мүсіні получилось. Можно по-другому сказать. Иттің мүсіні – фигура собаки. Теперь жануардың мүсіні сұр. Фигура животного – серый. Здесь можно вместо серого другой цвет сказать. Получится другое предложение. Бұл мүсін – это фигура. Мүсін тастан жасалған. Фигура сделана из камня. Здесь тас – это камень. Если фигура сделана из дерева, то вместо тас нужно говорить ағаш. Ағаштан жасалған, из дерева. Екінші тапсырма. Жануарлардың атын үлгі бойынша жаз. Второе упражнение. Напиши название животных по образцу. Образец. Бұл жылқының мүсіні. Это фигура лошади. Мүсін өте әдемі. Фигура очень красивая. Жылқы күнтізбеде 7-ші орында тұр. Лошадь на календаре стоит на 7-м месте. Теперь нужно написать про остальных животных. Үшінші тапсырма. Суреттерге қара. Үлгі бойынша сөйлесіңдер. Третье упражнение. Посмотрите на рисунок. Поговорите по образцу. Үлгі. Пример. Саған не ұнайды? Ол ненің суреті? Ол қандай? Мысалы, например, маған жылқы ұнайды. Мне нравится лошадь. Бұл жылқының суреті. Это рисунок лошади. Ол жылдам. Он быстрый. Теперь нам понадобятся такие слова. Керекті сөздер, нужные слова. Ақ, белый, қара, черный, жасыл, зеленый, сор, серый, жылдам, быстрый, баяу, медленный, ақылды, умный, аңқау, глупый, улы, ядовитый, ашулы, злой, пайдалы, полезный, үлкен, большой, кішкентай, маленький. Бесінші тапсырма. Жағдаят. Бүгін субұрқақ күні. Досыңа телефон шалып, бақ-бақ гүлі субұрқағына шақыр. Пятое упражнение. Ситуация. Сегодня день фонтанов. Позвони своему другу и пригласи на фонтан одуванчик. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар. Сабақ ұнаса лайк басып, каналға тіркеліңдер.